Баршаңызға сәлем. Дәл осындай хрустящий дәмі KFC-ден алмайтын тауық қанаттарының рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге осындай тауық қанаттары және төмендегі приправалар қажет болады. Ең алдымен тауық қанаттарының осындай қанат тұстарын бөліп аламыз және де екі бөлікке бөлінеді. Міне бөліп болғаннан кейін бөлек ыдысымызға салып, жақсылап екі мәрте жуып аламыз. Жуып болғаннан кейін оған тұзымызды, қара бұрышымызды және паприка, острый перец, имбирь, сұйық май және де бір дана чеснокты майда үкіштен жақсылап өткізіп қосамыз. Қосып болғаннан кейін салқын су құйып үстінен жақсылап араластырып, оны пищевой пленкамен бетін жауып, холодильникте 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Егер асығыс болмасаңыздар, кешке осылай маринадтап, түнге қалдырсаңыздар, азанда пісіріп алсаңыздар, өте керемет болады. Және де осыған ұнымызды алып, паприка, тұз, острый перецімізді қосып, жақсылап араластырып қоятын боламыз. Міне менің маринадым дайын болды. Суымыздан ажыратып аламыз. Ажыратып алып болғаннан кейін жаңағы ұнымызға екі жағында бірдей тиетіндей етіп аунатып аламыз. Аунатып болғаннан кейін осындай тесік ыдыс алып алғандарыңыз жақсы. Соған артық ұндарын осылай қағып, ыдысымызға салып, салқын суға батырып аламыз. Дәл осы рецепті жасаңыздар, себебі KFC-дің кішкене құпиясы осында. Міне 2-3 мәрте батырып алғаннан кейін қайтадан жаңағы ұнымызға жақсылап араластырып аунатып алатын боламыз. Міне артық ұндарын осылай қағып аламыз да. Дәл осы кезде майларыңыз қызып тұрғаны жақсы. Міне дайын болды. Енді қатты қызып тұрған майымызға осылай екі жағын қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Дәм енді керемет болып шығады. Кәдімгі KFC орталығындағы тауық қанаттарымен дәмі бірдей, одан да керемет болып шығады десем артық кетпеймін. Үй жағдайында дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Дәм ауыздарыңызда қалады. Жаңағы KFC орталығына барып удай сатып алғанша, осылай мен жарты килограммын, осының өзі жарты килограмм, ары кетсе 1000-нан асыққа сатып алдым. Өте арзанға түседі және приправаларда тиын тұрады деп ойлаймын. Осылардың барлығын араластырып, үй жағдайында керемет дәм шығарасыздар. Өздеріңіз қолдарыңыздан келеді және отбасыларыңызды қуантасыздар. Міне мен чесночный соусқа осылай чесногымды майда күштен өткізіп, оған укроп қостым, майонезді қосып, жақсылап араластырдым. Чесночный соусымызда дайын және қасына мен кетчуп қостым. Менің KFC-ім дайын болды. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк, комментарий білдіріп, маған қолдау көрсетіңіздер. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге де ас болсын. Жасап көріңіздер, кеңес беремін.